Қайырлы күн, достар. Сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге қысқа сақтауға арналған дыненің дәмін жоғалтпайтын банканың ішіндегі дыня в сиропе атты банка жабуды көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар қауын, 1 стакан қант, лимонның кислоты және су. Ең алдымен 1 стакан қантымызды ыдысымызға саламыз. Үстінен лимонның кислотадан 2 ас қасық лимон қышқылын қосамыз. Енді 2 литр суымызды құйып, баяу отта газ пешімізге қойып, жақсылап қант ерігенше араластыра отыра, жаңа қайнатып аламыз. Сиропымыз қайнағанша қауынымызды турап, міне осы видеода көріп тұрғандай сыртын ашып аламыз. Банкаларымызды алдын ала жақсылап жуып, стерилдеп аламыз. Ашылған қауындарымызды алып, жақсылап турап, банкаларымыздың ішіне салып шығамыз. Мен қауындарымды үлкен кубик қылып турап шықтым, себебі қазір сиропымызды ыстықтай қойған кезде қауынның ішіндегі сок шығып, өзі кішірейіп қалады. Сондықтан осындай үлкен-үлкен қылып тураңыздар. Қауындарымызды банкаға салатын кезде толтырып салыңыздар, себебі жаңа айтқанымдай кішірейіп қалады да, суы көбірек болып шығады. Сол кезде қауындарымыз өзі кішірейіп, қысқа сақтағанда аз ғана болып қалады. Міне біздің сиропымыз дайын болып шықты. Қантымыз, лимон қышқылы бәрі еріді. Көріп тұрғандарыңыздай сарғыш цветті болды. Енді осы ыстықтай қайнап тұрған кезде банкаларымызға құйып, толтырып құямыз. Толтырып құйып, крышкасын жабатын боламыз. Менде 4 литр банкаға 2 литр сироп кетті. Сіздер енді өздеріңіздің банкаларыңызға байланысты. Енді кезекте банкаларымызды сиропты құйып болғаннан кейін үлкенірек ыдысқа суымызды құйып, орамалымызды салып, құйылған сироп құйылған банкаларымызды үстіне қойып, газ отына салып, 15-20 минут тағы да қайнатып, қауынның ішіндегі қалған соктарды тағы да бір қайнатып шығарып аламыз. Одан кейін барып аузын жауып, банкаларымызды терісінен аунатып қойып, жылы бір көрпеге немесе орамал үстіне жауып, бір күн күтеміз, суығанын күтеміз. Міне біздің қысқа сақтауға арналған қауындарымыз дайын болып шықты. Өте керемет болып шығады, түсі сарғылт болып шығады. Мен рецептіме жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Жанат. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.